Бұл кездесулер Түркияда өтіп жатқан Ислам ынтымақтастық ұйымының кезекті саммит аясында өткенін естеріңізге саламын. Әлем мұсылмандары үшін келелі жиын барысында Қазақстан тарапы ұсынған маңызды бастамалар қолдау тапты. Саммитте сондай-ақ лаңкестікпен күрес, дағдарысты еңсеру сияқты күллі әлем үшін күн тәртібінде тұрған түйткілдер де талқыланды. Осы бағытта нақты ұсыныстар да айтылды. Стамбулдан әріптесім Мұхтар Ыбырайым айтып береді. Әлем жұртшылығы Стамбулға көз тікті бүгін. Күллі ислам елдерінің келешегі талқылануда. Бас қосуға келген делегация басшыларын Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қарсы алды. Саммит алаңдарында алғашқылардың бірі болып Нұрсұлтан Назарбаев төбе көрсетті. Жиынға 56 елдің өкілі қатысуда. Олардың 30-дан астамы мемлекет және үкімет басшылары. Байқаушы статусына ие мемлекеттердің өкілдері де Стамбулдан табылды. Бірлескен суретке түсу рәсіміне келген меймандар қол алысып жатты. Күні кеше Тегеранда жүздескен Рухани осы сәтті пайдаланып елбасымен шүйіркелесіп үлгерді. Жақын маңда тұрған Брюней королі де Нұрсұлтан Назарбаевпен қал сұрасты. Бүгін төрағалық тізгін Түркияға берілді. Бірлестіктің жұмысын белсенді жүзеге асыруға ресми Анкара білек сыбана кірісті. Ұйымның ұстанымдарын алға тартып, төңіректегі түйткілдерді шешуге үлес қоспақ. Мән беретін мәселе көп. Таяу шығыс, Африка мен Азия құрлығындағы әскери, саяси, әлеуметтік экономикалық дағдарыс тұрақты дамуға әсер етіп тұр. Енді Таулы Қарабақтағы түйткілдің белең алуы да ислам әлемін алаңдатуда. Бейбіт диалогпен шешу керек дейді көпшілік. Саммитке бірлік пен ынтымақ, әділдік пен бейбітшілік үшін деген айдар тағылды сондықтан. Жаһандық мәселелерге қатысты бастамаларын Қазақстанда ортаға салды. Елбасы көпшілік алдында сөз сөйледі. Бірақ ол сессия жабық есік жағдайында өтті. Нұрсұлтан Назарбаев ислам мемлекеттерін алаңдатып отырған мәселелердің шешілуінің маңыздылығын алға тартты. Бұдан бөлек ұйымның интеграциялық дамуын қамту маңызды. Осы орайда исламдық инфрақұрылымдық интеграция жобасын әзірлеуді ұсынды. Ал келер жылы Астанада бірлестіктің ғылым мен технологиялар жөніндегі саммитін өткізуге шақырды. Президенттің пікірінше мұсылман әлеміне төніп тұрған қауіп қатерлердің дені ішкі қақтығыстармен байланысты. Қазір ислам ынтымақтастық ұйымына мүше 11 ел қиыншылық кешуде. Сунниттер мен шииттер шиеленісінің өзі қауіп төндіріп тұр. Төбе-төбе түйткілдердің көшін терроризм бастап тұр. Ұйымға мүше 15 ел лаңкестіктен зардап шегуде. Мұсылман әлемін қазір терроризм мәселесі алаңдатып отыр. Жағдай өте тұрақсыз, бейбіт тұрғындар қаза болуда. Сондықтан бұл саммиттің маңыздылығы зор. Ислам елдерінің басшылары бір үстелдің басында бас қосып, түйткілді тарқатудың амалдарын іздеп көрмек. Бұл Түркиямен бірге бейбіт бастамалардың басқасында жүрген Қазақстан үшін де маңызды. Саммиттің қызығы мен шыжығын көппен бірге осы баспасөз орталығынан тамашаладық. 700-ге тарта тілші иық тірестіре хабар таратып жатыр. Түріктердің тыңғылықты дайындалғаны көрініп тұр. Журналистерге барлық жағдай жасалған. Сусындар мен түскі ас ана жақта, ал мұнда интернет бізге керегі. Жабық есіктің ар жағында қалған ақпаратты алу үшін тілшілер ғаламторға телмірді. Журналистердің де көксегені бейбітшілік пен бірлік. Бұл орайда Қазақстанның бастамаларымен көбі таныс болып шықты. Мұсылман мемлекеттері түрлі қауіп қатерлерге тап болды. Мемлекет көшбасшылары ислам әлемін бірлік пен ынтымаққа үндеп, бұл мәселелердің бейбіт жолмен шешу жолдарын табады деп сенем. Әсіресе Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуы мұсылман елдер арасында қарым-қатынасты арттыруға сүбелі үлес қосары сөзсіз. Қазақстан таяу шығыстағы ядролық қарудан еркін аймақ құруды қолдайды. Жойқын қарудан ада әлем құрып терроризмді тыю қазақ елінің ізгі арманы. Ол үшін исламның атын жамылып жүрген бүлікші топтарға тойтарыс берудің мәні зор. Қазақстан ұсынысы бойынша кешенді шаралардың дені осыған бағытталуы тиіс. Бастысы қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған ұлы дала елінің бірқатар бастамаларын ислам ынтымақтастық ұйымы елдері қолдады. Тіпті саммиттің қорытынды құжатына енгізілді. Көпшілік Қазақстан мен Түркия басшысының кешегі бірлескен декларациясын жылы қабылдады. Қақтығыстарды реттеуді исламдық қатуласу үрдісін енгізу қолдау тапты. Бұдан бөлек саммит Астанада азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде ислам ұйымын құру бастамасын құптады. Сирия дағдарысын реттеу мен бейбітшілік орнатуға бағытталған үлесін қабылдады. Бұл ұйым дамуына біздің елдің қосқан үлесінің бір парасы ғана. Ертең саммит қорытындысы бойынша 2025 жылға дейін жоспарланған стратегиялық құжат қабылданады. Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев, Руслан Жәкеев, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Қорытынды жаңалықтар Стамбул президент телерадио кешенінің көмегімен.